Қыздар, енді мына мантыны жесеңіздер точно семірмейсіздер, тіпті түнде жеуге де болады. Өйткені бұл мантының қамыры цельнозерновая ұннан жасалады, яғни тұтас дәнді ұн. Тіпті қант диабеті бар жандарға да тұтынуға болады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажет ингредиенттердің барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен бізге қамырын дайындау үшін ыдысқа су құямыз, жұмыртқа және дәміне қарай тұз саламыз. Кез келген пайдалы майды салсаңыздар болады. Мен жылқының майын ертіп салдым. Зәйтүн майын салсаңыздар да болады. Енді жаңағы тұтас дәнді ұнымызды, яғни цельнозерновая ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұнның барлығын бірден салмай, екі бөлікке салып, осылай қолымызбен немесе қасықпен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді 20 минутқа июі қанғанша қоя тұрамыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Маған және отбасыма асқабақ қосқан ұнайды. Осылай қабығынан ашып, дәнінен тазартып, жақсылап, майдалап, біркелкі етіп турап аламыз. Енді бізге тартылған ет қажет болады. Жаңағы дайын болған асқабағымызды және пиязды, картошканы жақсылап майдалап турап алып, салып, дәміне қарай кез келген дәмдеуші салсаңыздар болады. Мен тек қара бұрышпен тұз салдым. Енді барлығын жақсылап қолымызбен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Пиязы көп болған маған ұнайды осындай. Ал енді жаңағы дайын болған қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, қолымызбен осылай күлшені дайындап аламыз, домалақтап. Енді екі бөлікке бөліп осылай жайып шығамыз. Бұл қамыр жаңағы ақ ұннан жасалған қамырға қарағанда өте нәзік болады, бірақ соған қарамастан осылай оп-оңай жайылады. Жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Нәтижесінде осындай жұп-жұқа әдемі қамырымыз шығады. Осылай бірдей бөлшектерге бөліп аламыз. Және салмасын осылай граммен өлшеп салсаңыздар да болады. Мен көзбен өлшеп осылай сала салдым. Кәдімгі классикалық мантының формасында түйіп аламыз. Мінекей осылай болып шығады. Менде осындай антипригарный мантаварка, сол үшін мен май жақпай осылай сала бердім. Өйткені бұған жабысып қалмайды. Егер сізде басқасы болса, жабысатын болса, міндетті түрде май жағып алыңыздар. Енді 45 минут буда пісіріп аламыз. Мінекей өте пайдалы мантымыз дайын болады. Кәдімгі ақ ұннан жасалған мантыға қарағанда осы тұтас дәнді ұннан жасалған манты өте тәтті болады және артық салмаққа бірден айналмайды және қанның құрамында қант деңгейін көтермейді. Міндетті түрде осы мантыны жасап көріңіздер, ас болсын.